Men Қазақстаннан келдім, атым Гаухар. Мен бір ай Қазақстанда ауырып жүрдім. Температура қатты болды, тахикардиям 135-ке дейін барды, давлением 170-ке дейін көтерілді. Бірақ Қазақстанда маған ешкім нақты диагноз қойып берген жоқ. Бұл өкпеден емес, сізде барлығы жақсы, просто пневмония деп айтты. Бірақ менде ішкен дәрілерден ешқандай нәтиже болған жоқ. Сосын Камалдин-Акиға келдім. Сосын бір ай көлемінде дәрілер жазып берді, реабилитациядан өттім. Қазір жағдайым жақсы. Az temperaturalar yo'q. Температурам жоқ. Yo'tallar yo'q. Yo'tal жоқ. Давлениyalar tushgan. Давлением сразу бір аптадан кейін, 5 күннен кейін түсті давлением. Барлықтарыңызға кеңес берем, келіп консультация алсаңыздар болады, особенно қазақстандықтар келсеңіздер болады. Бізде Қазақстанда ешқандай нәтиже болған жоқ. Мен өзім қаншама ақшамды құрттым, қаншама врачтарға бардым, ешқандай нәтиже болған жоқ. Сізге рахмет айтамын. Siz ham sog' bo'ling, salomat bo'ling, boshqa kasal bo'lmang. Agar sizda ham xuddi shunaqangi klinik holatlar, kasalliklar yuzaga keladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarimiz orqali bizga murojaat qilishingiz mumkin.